Аудан орталығында орналасқан Жеңіс саябағында бүгін денсаулық фестивалі болып өтті. 10 жылдан аса уақыттан бері ұйымдастырылып келе жатқан аталмыш шараның басты ұраны денсаулық сандарына жетті. Салауатты өмір салтын сақтауға және насихаттауға бағытталған жиын барысын Майра Нұрмахан жеткізеді. Дәстүрлі денсаулық фестиваліне мектеп оқушылары мен ұстаздар, жастар және студенттер, мәдениет саласының қызметкерлері қатысты. Орталықта жиналған жұртшылық ең алдымен дене жаттығуын жасады. Баршаны тоғыстырған бір мүдде салауатты өмір салтына деген құштарлық. Жиын барысында ұйымдастырушы мамандар жиылған жастарға дұрыс тамақтану және дене белсенділігі турасында ақпараттармен бөлісті. Алдын саламат Қазақстан бағдарламасымен өткізіліп жатса, қазір денсаулық бағдарламасымен өткізіліп жатыр. Жалпы денсаулық фестивалінің биылғы ұраны денсаулық сандарына жет деген ұранмен өткізіліп жатыр. Яғни бұл дегеніміз дене белсенділігі бойынша күніне 10 000 қадамнан кем болмау керек. 30 минут қарқынды жаттығулар жасауымыз керек. 20 минут жай жаттығулар жасауымыз керек. Дұрыс тамақтану бойынша күніне кем дегенде 500 граммнан кем емес шикідей көкөністер, жеміс-жидектер тұтынуымыз керек. Сонымен қатар тағамның құрамында 5 граммнан көп емес мөлшерде ас тұзы болу керек. Суды күніне кем деген 2 литрден кем емес ас суын қолдануымыз қажет. Ал жүрек қан тамыр ауруларын алдын алу үшін қан қысымымызды күніне тексеріп отыруымыз керек. Біздің көрсеткішіміз ол 140-90 мм сынап бағанасында жоғары болмау керек. Сонымен қатар жиылғандарды медициналық тексеруден өткізіп, жұртты салауатты өмір салтын қалыптастыруға шақырған шарада бірқатар ойын түрлерінен сайыстар өткізілді. Мектеп оқушылары мен студенттер кір тасын көтеру, қол күресі, арқан тарту, шахмат, үстел теннисі, тоғызқұмалақ ойындарын ойнап, өз белсенділіктерін байқатты. Жиын соңында шын жеңіске ие болғандар марапатталып, ынталандыру сыйлықтары табысталды. Бүгінгі Сарыағаш ауданы қаласында өткізіліп жатқан денсаулық фестивалі, денсаулық сандарына жет атты ұранмен өткізіліп жатқан денсаулық фестиваліне біздің қаладағы 11 мектептің оқушылары қатысуда, 2000-ға жуық оқушы қатысуда. Жас ерекшеліктеріне келетін болсақ, 5 пен 9 сыныптар арасындағы 5, 6, 7, 8, 9 сыныптың оқушылары қатысуда. Күнделікті қым-қуат тірлікті қойып, осылай бір мезгіл спортқа ден қойса және дәрігерлердің кеңесіне құлақ түрсе, салауатты өмір салты қалыптасып, саламатты ұрпақ көбейеді. Жалпы аталмыш шара күз мезгілінің алғашқы айында 9 мен 14 күндері республика бойынша өткізіліп отыр. Денсаулық күніне байланысты денсаулық сандарына жет атты денсаулық фестивалі болып өтті. Денсаулық сандарына жет атты фестивальға 2000-ға жуық жастар қатысып отыр. Бұл фестивальдің мақсаты жастарды спортқа насихаттау, спортқа баулу, спорт денсаулық кепіл екеніне жастардың сенімін арттыру және де салауатты өмір салтын насихаттап, жастар арасында, Сарыағаштың тұрғындары арасында спортты жан-жақты дамыту болған. Бұл күні спорттық шара мен ойындардан бөлек флешмоб ұйымдастырылып, халықтың көңілін көтеруге арналған концерттік бағдарлама көрерменге жол тартты. Майра Нұрмахан, Рахманбек Құралов, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.